Қайырлы күн достар, менің пп рецептер каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен өте пайдалы әрі дәмді пп пирожкидің рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, дайындап көріңіздер. Барлық ингредиенттер описаниеда жазылған. Ендеше дайындауға кірісейік. Алдымен бізге овсяная мука қажет, яғни сұлы ұны. Үлкен шұңғылдау ыдысқа ұн саламыз. Үстінен 1 ас қасық дрожж, 1 ас қасық қант және 1 шай қасық тұз қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып, ортасынан орнын ашып, жылы сүт, жылы су, 1 жұмыртқа және 3 ас қасық оливковое масло құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз және осы жерде егерде тесті сұйық болып кетіп жатса, онда міндетті түрде ұн қосамыз. Менде осылай болды. Мен үстінен ұн қосып, өте жұмсақ, сондай эластичный тесті дайындадым. Ең бастысы бұл жерде тестінің жұмсақ болуына назар аударыңыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай тесті сондай эластичный, жұмсақ болуы қажет. Бөлек үлкен шұңғылдау ыдысты сұйық маймен майлап аламыз және тестіні саламыз. Бетін пищевая пленкамен жауып, 1-2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Тесті әбден көтерілсін. Тестінің жақсы болуына қатты мән беріңіздер, өйткені пирожкидің жұмсақ болып шығуы осы тестіға тікелей байланысты. Тесті 1-2 сағат көтерілгенше салмасын дайындаймыз. Мен картоптан жасаймын салманы. Сіздер кез келген басқа салманы қолдансаңыздар болады. Алдымен картопты суға пісіріп аламын. Пиязды ұсақтап турап, зәйтүн майына қуырып аламын. Картоп піскен соң шанышқымен жақсылап езіп аламын. Үстінен тұз бұрышын саламын дәміне қарай. Және қуырылған пияз салып, барлығын жақсылап араластырамын. Осындай өте дәмді салма дайын болды. Енді тесті көтерілген соң пирожкидің өзін жасаймыз. Тақтайға кішкене ұн жағып аламыз және көтерілген тестімізден кішкене бөліп алып, одан домалақ шарлар жасаймыз. Осы жасаған шарды оқтаумен немесе қолмен жұқа етіп, біркелкі етіп жаямыз. Тесті өте жұмсақ, эластичный болғандықтан ол қолмен де осылай жая беруге болады. Жақсы шығады сол кезде. Жұқа қылып жайғаннан кейін ішіне салмамызды салып, ораймыз. Осылай видеодағыдай барлық пирожкиларды дайындаймыз.
Дайындап болған соң әдемі қызарып пісуі үшін жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минуттай пісіреміз. Әбден қызарған соң аламыз. Мінеки 40 минутта иісі аңқып, осындай дәмді пирожкилар дайын болды. Өте пайдалы, өте дәмді. Мінеки осы рецептпен осындай диеталық пирожки дайындауға болады. Арықтап жүргендер үшін бұл өте керемет рецепт. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырып қойыңыздар. Алда бұйырса талай pp рецепттер болады. Сол үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!